Тараз қаласының құрметті азаматтарына атақ беру тәртібі өзгертілді. Өңірдің 80 жылдығына орай енді облыс бойынша 25 азаматтың осы атақты алу мүмкіндігі бар. Айта кету керек, қаланың құрметті азаматы атағы Тараздың өркендеу үшін ұзақ уақыт қызмет атқарған. Даму жолында ерекше үлес қосқан азаматтарға тапсырылатын. Атақ осыған дейін тәуелсіздік мерекесі қарсаңында орайластырып, жылына бір рет берілетін еді. Облыс көлемінде 5 азаматтың және қала мен аудан деңгейінде 5 азаматтың осы статусты алуға мүмкіндігі бар болатын. Енді 80 жылдық мерейтойға орай құрметті азаматтар тізімі кеңейтілді. Сондай-ақ саяси партиялар мен өзге де ұйымдардан тек бір адам ғана үміткер бола алады. Әзірге қала деңгейінде осы атақты алуға 25 азамат ұсыныс берген. Оның ішінде біреуі тек тексерістен кейін айыппұлын өтемеуіне байланысты кандидатурасы алынған. Тағы 2 азамат 3-4 жыл қатарынан өтініш беруіне байланысты тізімнен шегеріліпті. Қалалық мәслихат депутаттарының дауыс беру қорытындысы бойынша 10 адам Тараз қаласының құрметті азаматы мәртебесіне ие болады. Атақ беру 10 жыл сайын қайталанып келетін Жамбыл облысының мерейтойына орай бір рет жүзеге асырылып, облыс деңгейінде мынау юбилейный даталар болған жылдары облыс деңгейінде 15 азаматқа дейін, аудандар мен Тараз қаласы деңгейінде 10 азаматқа дейін берілуі мүмкін деген осындай өзгерістер енгізілді.